Бұл видеоны соңына дейін тыңдауыңызға кеңес беремін. Зұлқарнайын алейхиссалам әскерлерімен жолда келе жатып, аяқтарыңа ілінген нәрселерді жинай жүріңдер деп әмір береді. Әскерлері бұл әмірді естіген кезде іштерінен бір бөлігі көп жүрдік, қатты шаршадық, түн ішіндеміз. Оған қоса аяғымызға ілінген нәрселерді жинап, босқа қиналамыз ба? Еш нәрсе жинамаймыз деген шешімге келіп, еш нәрсе жинамайды. Екінші бөлігі қолбасшымыз бұйырған екен, әміріне бағынайық, аз ғана болса да жинайық. Өйткені қолбасшыға қашанда мойынсыну керек деп аз ғана жинайды. Үшінші топ болса, қолбасшымыз еш нәрсені босқа әмір етпейді, міндетті түрде бір нәрсені біліп айтқан болу керек, әмірін орындаймыз деп бүкіл қаптарын бетіне дейін толтырады. Таң атқан кезде бүкіл армия түнде алтын қойнауынан өткендерін түсінеді. Аяқтарына тиген нәрселердің алтын екенін ешкім аңғармаған болады. Сонда әмірді тыңдамай еш нәрсе алмаған бірінші топ: "Қап, неге алмадық? Қолбасшымыздың сөзін неге тыңдамадық? Ең болмағанда біреуін алғанымызда ғой", деп өкініп қалады. Екінші топ болса, өз-өздерін сөге бастайды. "Қап, біраз тағы алуымыз керек еді. Қалталарымызды, қаптарымызды аузына дейін толтырып алуымыз керек еді". Үшінші топта өкініп, керексіз, пайдасыз заттарымызды тастағанда бұдан да көп етіп жинайтын едік. Міне, осы мысалдағы секілді ақыретте де бүкіл адамдар өкінеді. Кәпір болған адам: "Неге иман етпедім? Сенгенімде ең болмаса жаһаннамға түссем де, иманымның арқасында соңында бәрібір жаннатқа кірер едім. Мәңгілік тозақтан құтылар едім". Мұсылман болғанымен сауабы аз болған кісі: "Бұдан да көп сауапты істер жасауым керек еді. Бұдан да көп неғметке қауышар едім". Мұсылман болып, сауабы көп болған кісі болса: "Қап, бұдан да үлкен дәрежелерге көтеретін көбірек ғибадат жасауым керек еді. Көбірек садақа беріп, көбірек ораза тұтып, көбірек сауап жинайтын амалдар жасауым керек